белгілі бір уақыты болады, мысалға 2 сағатта дайындап беру туралы. Негізі бұл сіздің жасап жүрген өнімдеріңіздің ішіндегі бір ерекше жаңағы туындыңызды айтып өтіңізші, қандай болды? Қазалда бұрын болмаған, иә. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мың бір кәсіп YouTube подкастының 3-ші шығарылымы. Бізде қонақта аудандағы үйден ұннан жасалған тәтті тағамдарды өндіретін, жасайтын аспаз Айман ханым. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Енді сіздің жұмысыңыз осы аудандағы торттар болсын, самса, әртүрлі ұннан жасалған тағамдарды өндіресіз, тойларда өндіргенде жасайсыз, иә? Тойларға, жиындарға, иә. Енді бізде бірден сұрағымызға көшетін болсақ, жалпы жеке басыңыз туралы айтып кетіңізші, мамандығыңыз қандай, отбасы туралы? Негізгі мамандығым педагогика саласы, мұғалімдік басында, бірақ ол сала бойынша мен жұмысын атқармадым. Өйткені бірден декреттік тұрмысқа шығып, декреттік демалыста отырғандықтан, осы жұмыс негізі сол уақыттан басталып кеткен болатын. Сол уақыттан жалпы бастап алған. Сол үйде отырып, иә. Сол кезде бастап, ары қарай әлі жалғасын тауып келе жатыр. Отбасыңыз туралы? Отбасында сол 3 балам бар, бір қыз, 2 ұл, жолдасым бар. Бәрі мектеп оқушысы, үлкенім биыл 11 бітіреді. Алда. Кішкентай қызым бар, 6 класс оқиды. Келесі сұрақ, бізде жалпы жұмыс барысы сізде қалай болады? Қалай жүреді? Жұмыс барысы основной осы Instagram арқылы келеді, кезген клиенттер, тапсырыс берушілер. Бірінші неміз осы Instagram'нан келеді, сосын таныстар арқылы, сарафанный радио дейді, сарафанный радио арқылы бір-бірін естіп, солай келеді клиенттер. Енді заказ түскеннен кейін ары қарайғы жұмыстар қалай өрбиді? Енді жалпы свежий қалай болады? Тағам болғаннан кейін енді балғындық, былай орысша айтқан кезде свежий болу керек, иә, өте жауапкершілік жоғары болады. Сол туралы айтып өтсеңіз, қалай жасалады, қанша күн сақталады деген сияқты. Енді толық жауапкершілікпен жасап бере аласыздар ғой, иә, осы нәрсеге? Мысалы, клиент тапсырыс беруші тапсырысын берген кезде белгілі бір уақыты болады. Мысалға 2 сағатта дайындап беру туралы. Негізгі бұл заттарды бір күн бұрын берілген дұрыс, бір күн алдын ала, 2 күн бұрын берілген жақсы. Өйткені біз керек заттарын алдыртып дайындауға қанша уақыт кетеді ғой. Сол үшін барынша уақытында дайындап, свежелай дайындап беруге тырысамыз ғой. Бұл салаға қандай қызығушылықпен келдіңіз? Бұл салаға негізі қызығушылығым басында болған, сол қамыр жұмыстарынан басталды ғой қызығушылығым. Сол кезде енді Instagram, интернет шығып жатқан кезде содан басталды, ютубтан қарап, сол уақыттардан басталды жалпы. Өзіңіз бірінші қызығып үйде жасап көрдіңіз, иә? Өзіңіздің отбасымызға, балаларымызға жасап көрдік, содан басталған. Содан кейін ары қарай жақсы шығып жатқаннан кейін сізде сұраныстар пайда болды, иә? Келесі сұрақ, бізде кәсібіңізді бастаған кездегі алғашқы 6 ай туралы айтып өтіңізші. 6 ай? Бұл уақыттарда енді бірден жүріп кетті ма жұмысыңыз, әлде бастапқыда кішкене бюджет жағынан болсын, тәжірибе жағынан болсын, бір қиындықтар болды ма? Бұл жұмыста бірден жүріп кеткен жоқ, өйткені әлі сені ешкім ол кезде танымайды. Тек айналаңдағы туған туыстарың, таныстарың ғана біледі ол кезде. Бірінші солай басталды да бұл жұмыс. Сол арқылы уже сұраныс солай келіп жатты. Жақсы, келесі сұрақ, неге затты дейміз ба, жалпы сізден алу керек, тағамдарды дейміз ба, неге сізден алу керек? Сізде қандай да бір ерекшелік бар ма? Мысалы бізде торт жасайтындар болсын, аспаздық болсын, бізде өте көп кәдімгі бәсекелестік, жоғары қай жаққа барсаңыз да тағам жағында енді бәсекелестік болады. Сіздің артықшылығыңыз қандай, қалай бәсекелестік
де алып жүре аласыз? Енді әрбір тапсырушы өзінің ұнаған жеріне алғысы келеді ғой, кез келген адам ұнаған жерінен, ұнаған дүкеннен алады затын. Бұнда да сондай да, ұнаған өзінің жерінен алғысы келеді. Барынша свежелай, тұрып қалмаған деген сияқты, витринада тұрып қалмаған деген сияқты болады, свежелай. Солай ұнайтын сияқты келеді. Сіздегі артықшылық ол тағамдар сізде балғын күйде болады, иә? Қай кезде болса да дайындалып беріледі. свежий күйде бересіздер, иә? Бір 2-3 күн бұрын дайындап олай, ондай емес та. Келесі сұрақ бізде енді жалпы жаңа нәрсені көрген кезде, ол қай нәрсе болмасын, иә? Жаңа нәрсені бастап жатқан кезде бір қорқыныш болады, қобалжу болады, иә? Сол кезде сіздің әрекетіңіз қандай? Өзіңізді басу болсын, өзіңізді бір алып жүру болсын, қандай әрекеттер жасайсыз? Тәуекелді бастап кетуге тырысам барынша, бірақ бәрібір де қобалжу болады. Не нәрседе де тәуекелді бастаймын, бірақ көбінесе жеті ойланып, 1000 рет ойланып, 7 рет кесіп дей ма, сондайға неғылам бірінші ше. Саралап. 7 рет өлшеп, 1 рет кесе. Саралап солай неғылам. Келесі сұрақ, енді біз кәсіп туралы, біздің табыс туралы подкаст болғаннан кейін, бізде ақша туралы сіздің түсінігіңіз қандай деген сұрақ болады? Ақша дегенді қалай түсінесіз? Бір сөйлеммен айтып кетсеңіз. Ақша негізі енді бұл кәдімгі материалдық табыс көзі ғой енді. Ол қай жерде де ақшасы ешнәрсе шешілмейді. Ең қажетті материалдық табыс көзі дейді. Мүмкіндіктеріңізді шамалы кең қылады, иә? Мейлі ол денсаулығыңызды күту болсын, мүмкіндіктеріңізді жалпы қажеттілігіңізді өтеу деп түсінесіз, иә? Келесі сұрақ бізде жалпы енді ас болғаннан кейін жауапкершілік болады, жаңа рецепттер қосу керек болады деген сияқты. Сіздерде бір оқыту ма, әлде повышение ма, сондай нәрсе бола ма сіздерде? Болып тұрады, міндетті түрде. Өйткені арасына жаңартулар енгізіп тұруымыз керек, жаңа рецептуралар шығару керек. Бір орында тұрып қалмау керек қой енді, қай салады да жаңартып отырған дұрыс. Келесі сұрақ бізде өз кәсібіңізге сипаттама айтып кетсеңіз. Аккаунтыңыз қандай, сізді қалай сізбен байланыса алады деген сияқты. Аккаунтым қазалы тәтті тағамдар деп ашқан инста парақша. 3 жылдан асты деймін. 3 жыл или 4 жылға кетті. Сол аккаунтпен келе келе жатырмын. Неше жылдан бері жұмыс істеп келе жатырсыз негізі? Инстаграм бойынша тұрақты түрде кәдімгідей осы аудан халқына жалпы тұрақты түрде қызмет етіп отырған. Негіз Инстаграм арқылы 2020 жылдан бастап жұмыс жасап келе жатырмын Инстаграм бойынша. Негізі одан алдын бастаған. Бұрындары да жасап жүрсіз. Одан да алдын. Өз сіздің жасап жүрген өнімдеріңіздің ішіндегі бір ерекше жаңағы туындыңызды айтып өтіңізші, қандай болды? Мен қазір түрлі тәттілер дайындаймыз ғой енді. Соның ішінде осы былтыр мен бір шеберлік сабаққа барғам. Өте үлкен биіктіктегі торттың сабағына ше. Сол сабақта 1,5 метрлік торт үйреткен. Соны Қазалға алғаш рет әкеліп, халықтың жақсы сұранысына ие болды десем де болады. Қазалда бұрын болмаған? Бұрын болмаған, иә. 1,5 метрлік биіктіктегі торттар, иә? Ол той торттары болып есептеледі ме? Ол той торттары, иә. Сол былтыр соларды жасаған. Осы той сезонда соларды жасалып жатыр. Келесі сұрақ, бізде жалпы осы аспаздар болсын, кондитерлер болсын, солардың арасында өздеріңіздің бір тәжірибе алмасу болсын, қандай да бір кездесулер бола ма? Иә, болады. Осы жерде айтып кететінім, осы Қазақстан Республикасының аспаздарының былтыр ғана осы бірінші фестивалі болып өтті. Бүкіл Қазақстан бойынша 300 аспаздар жиналды. Олардың бәрін бір ұйымдастырушы аспаздар ұйымдастырды. Сосын қатысушылар Инстаграм арқылы бәрі солай
Олар сонда сіздерді ұйымдастырып, жеке-жеке шақырады, иә, сіздерді? Иә, Инстаграм арқылы солай не қылды. Сосын облыстарға бөліп солай шақырған болатын былтыр. 300 адамдай болды. Ол жерде бүкіл облыс болады, иә? Иә, 17 облыстан қатысты. Бірінші фестиваліміз Астана қаласында болды. Ұйымдастырушы Махаббат деген ханым өте жақсы деңгейде ұйымдастырды. Астана қаласында өтті. Қанша уақыттан бері болады сондай? Жылына бір рет осы шара ұйымдастырып тұр. Қай 2 жыл қатарынан болды, иә? Иә, 2 жыл қатарынан. Бірінші бас қаламыздан бастады, Астанадан. Енді кеше ғана Таразда болды. Бірақ мен кешегісіне бара алмай қалдым. Біздің каналға жалпы баға беріп кетсеңіз. Канал Бізде енді кешеде қонақтарымыз айтады, бізде бұл жаңа нәрсе, Қазалда бұрын болған жоқ деген сияқты. Енді өздерінің баталарын, тілектерін айтып кетіп жатыр, сол сияқты. Мен де кеше көріп, бір сұхбаттарыңыз көрдім. Бізде негізі шынында да болмаған Қазалда подкаст жасау деген. Қуанып қалдым қыздардың осылай жұмыс жасап атқарып жатқандарына. Негізі қазір осы телефон, осы подкаст түсіріп жүргізу жақсы неде жүр ғой қазір, интернетте жақсы қаралым жинайды, жақсы адамдар қазір телевизор көруге уақыттар жоқ та, бәрі телефонмен, интернеттен подкасттар, осындай сұхбаттар тыңдайды. Біздің ауданда да осы қыздардың жасап неғып жатқан. Иә, бізде мысалы әртүрлі салада өздерінің жүріп өткен жолы, тәжірибелері бар деген сияқты. Соларды қалай бастаймын, не істеймін деп жаңағы мың ойланып толғанып жүрген адамдарға кішкене жол бағдар болсын деген сияқты мақсатта жасағанбыз. Көрермендерге біріншіден, сосын екіншіден мысалы еленбей жатқан еңбектер бар. Кейбіреулер мысалы Инстаграм жүргізбейді, бірақ күшті жұмыстары бар. Олар көрсете алмайды да. Сол сияқты сол екі жақты да ұстап, екі жаққа да пайдалы болу мақсатында осындай дүние керек деп ойлап ұйымдастырдық. Өте дұрыс. Ол ойларың өте дұрыс. Бұйырса алдағы уақытта дами беріңіздер. Бұдан да керемет елімізге белгілі, ауданымызға белгілі тұлға шығара беріңіздер. Оқырмандарыңыз көбейе берсін. Тек сәттілік қыздар. Жақсы, бізге қонақ болғаныңызға рахмет. Кәсібіңізге береке, табыс тілейміз. Қош, сау болыңыз. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар.